Шоколадты сырниктер жасаймыз. 5 грамм, яғни 1 шай қасық желатинге 30 грамм су құйып, араластырып қоямыз. Бұл ісініп тұратын болады дайын болып. Оған дейін біз силиконды кез келген формаға осылай кондуринді жағамыз. Оның үстінен шоколадты ертіп, жағып шығатын боламыз. 2 қайтара жағамыз шоколадты, холодильникке жібереміз. Оған дейін ішіне салатын жасаймыз. 300 грамм сүзбеге 100 грамм қантты және де жаңағы желатинді микроволновкада ертіп, құйып блендерлеп аламыз. Холодильниктен шоколадтарды шығарамыз, ішіне осылай саламыз және де жемістермен салып, бетінен шоколадпен жабатын боламыз. Осы жерде ескеріп кететін, сүзбен салғаннан кейін тағы да 10-15 минутқа холодильникке қоямыз. Сосын барып бетіне шоколад жағатын боламыз. Шоколадты жағып тағы да холодильникке жібереміз. Қатқаннан кейін алып дастарханға ұсынуларыңызға болады. Ас болсын, сіздерге рецепт ұсынған ерекше келіншек.